Құрметті тыңдармандар, біздің сіздерге арналған келесі дәрісіміздің тақырыбы кеңестік Қазақстанның тарихи бастаулары және оның қиыншылықтары. Осы тақырыпты басшылыққа ала отырып, мынандай мақсатты көздейтін боламыз. Мақсатымыз кеңестік Қазақстанның басталу кезеңіндегі ұлттық мемлекеттің бастамалары және тұтас Түркістан идеясының жеңіліс табуының тарихи фактілерімен дәлелдейміз. Осы жоспар мақсатқа көз жеткізу үшін, осы мақсаттың барысында, тақырыптың аясында мынандай жоспармен жұмыс істейміз. Алашорда және Түркістан автономиясы өкімет орындарының құрылуы және олардың тарихи маңызы. Екінші, азаматтық қарсыласу жылдарындағы Қазақстан. Үшінші, қырғыз-қазақ автономиясының құрылуы және оның ұлттық мемлекет құру жөніндегі идеясы. Келесі, Түркістан идеясы және оның жеңіліс табуы. Осы тақырыпты ашу барысында пайдаланатын әдебиеттеріміз алдыңғы тақырыптарда көрсетілгендей, жаңағы Қазақстан тарихының хрестоматиясы, тәуелсіздік кезеңінде шыққан Қазақстан тарихының очерктері, Қазақстан тарихының 5 томдығы, соның 3-ші томы осы тақырыптарға арналған, және жаңағы тарих ғылымдарының докторы Хамит Мадановичтің редакциясымен шыққан қазақ тарихы, Қазақстан тарихы, Мусиннің Қазақстан тарихы және тарих ғылымдарының докторы Аяғановтың тарих ғылымдары докторы Әбжановтың жаңағы авторлығымен шыққан қазіргі заман тарихының оқу құралдары. Сонымен қатар осы тақырыптарға арналған, алаш тарихына арналған еңбектер Бөрді Мәмбет Қойгелдиевтің, Талас Омарбековтің жаңағы редакциясымен шыққан алаш тарихы, алаш тарихына арналған құжаттар мен материалдар осы тақырыпқа, және қазақ халқының тарихындағы алаш қозғалысына қатысты үлкен еңбек жазған академик Кеңес Нұрпейісовтің басшылығымен шыққан Алаш һәм Алашорда еңбегі, сонымен еңбегі осы қарастырылған кезеңдердегі басты жаңағы шығармамыз әдебиеттер болып есептелінеді. Басты шығармалар болып есептелінеді. Сонымен қатар осы қарастырып тұрған кезеңде жаңағы патша өкіметінің отарлау саясаты біздің қай кезеңдегі тақырыбымыз болатын болсын, бұл алдыңғы тақырыптармен, кейінгі тақырыптармен тығыз байланысты. Сол тақырыптың жаңағы заңды жалғасы болып есептелінеді. Яғни жаңағы Ресейдің оқу орындарында осы қарастырып тұрған кезеңдерінде оқитын жастар арасында қазақ елінің жаңа өктемдіктен құлату және жаңағы патша өкіметінің отарлық саясатын әшкерелеу, Қазақстанның жаңағы азаттық жөніндегі идеяларының қалыптасу жөніндегі жаңа идеялар мен қозғалыстардың пайда бола бастағандығын байқауымызға болады. Ал енді осы кезеңдерде алаш қозғалысы, алаш партиясы туралы идея, алаш атауы туралы идея қаяқтан шықты, бұл қайдан шықты деген жаңағы ұғым шығады. Қозғалыстың атауы негізінен алаша қанға байланысты, алаш қанның атауына байланысты негізінен арналған, тарихтағы алаша қан болғандығы және ол алты алаштың негізгі рөл атқарған тұлға болып есептелінеді. Сөйтіп тарихтан білетініміздей, осы 1905 жылы негізінен алаш қозғалысы жаңағы құрылды. Ал ол алаш қозғалысы 1917 жылы Алаш партиясына айналды. Алаш партиясының негізгі алдына қойған негізі реформистік жолмен жаңағы алдыңғы дәрісімізде атап өткеніміздей капитализмді орнату мағынасында жұмыс істеді. Алаш партиясының негізгі алдына қойған негізгі мақсаты қазақ халқын отарлық езгіден азат ету. Біз осы Қазақстанның Ресейге қосылған кезеңінен бастап жаңағы ақпан төңкерістері, қазан төңкерістері кезеңдерінде де қай уақытта да болса да қалыптаса бастаған қазақ зиялыларының алдына қойған мақсатының өзі осы тұрғыда болған. Ал енді алаш қайраткерлерінің негізі бұлар осы қазақтың
туы, қазақтың идеясы, негізгі ұлттық идеяны қалыптастыру бағытында. Қазіргі біздің бұлардың идеяларын, олардың еңбектері, олардың бағдарламалары, олардың ұлттық жобалары туралы мәселелерді қарап отырсақ, олардың идеялар түпкі мақсатының өзі осы біз бүгінгі өмір сүріп жатқан ұлттық тәуелсіздік мемлекет құру бағытында екендігін байқаймыз. Мысалы, Алаш қозғалысының мына мақсат туралы айтсақ, қазақ халқын сол кезеңдегі азаттық, яғни патша үкіметінің отарлық езгіден құтқару жөніндегі идеясы болды. Сонымен бірге автономиялық ұлттық мемлекет құру. Яғни бұл жерде дербес емес, яғни Ресейдің құрамында болса да, ол алдында дербес өз алдында мемлекет құру мәселесі жаңағы ол кейін болады. Дегенмен алаш қайраткерлерінің мақсаты осы алаш автономиясын, Ресейдің құрамындағы автономияны құру мәселесін сөз еткен. Яғни партияның түпкі жаңағы бағыты реформистік жолмен капитализмді дамыту бағытында болды. Яғни осы қарастырып тұрған кезеңде Алаш партиясының бағдарламалары, олардың жаңағы жасалына бастады. Бұл бағдарламалар осы кезеңдердегі бұқаралық ақпарат құралдары да жарияланды. Осы кезде оның өзі санаулы болатын. Сіздер мен біздер алдыңғы сабағымызда айтып кеткеніміздей, қазақ газеті жұмыс істеп тұрған. Осы қазақ газеті Алаш ұйымының негізгі органы болып есептелінді. Алаш қазақ газетінде Алаш жаңағы ұйымының бағдарламалары жарияланды. Біз жаңағы жоғарыда көрсетілген әдебиеттерде көрсетілгендей, осы Алаш автономиясын құру жөніндегі бастама қозғалған кезеңде сол Алаш автономиясының Алашорда автономиясының негізін 15 қайраткердің мүше болғандығы жөнінде жаңағы қазақ газетінде жарияланды. Олар мыналар: Уәлихан жаңағы Танашев, Халел Досмағамбетов Орал облысынан, Халел Ғаббасов Семейден, Сыдық Аманжолов Жетісу облысынан, Мұстафа Чоқай Сырдария облысынан, сонымен қатар Алашорданың көрнекті қайраткері болып есептелген Әлихан Бөкейханов, Жақанша Досмағамбетов, Әлімхан Ермеков, Мұхамеджан Тынышбаев, Бақытжан Құлманов және Жақып Ақбаев, Базарбай Мамытов, Отыншы Әлжанов, Ахмет Байтұрсыновтар осы кезеңдегі Алаш автономиясының Алаш деп аталған алғашқы мемлекеттік құрылыстың және оның кеңестің құрамындағы сақталған 15 қайраткерлер осылардың арасынан сайланды. Осы 15 мүше және мүшенің қасында тағы да 15-ке жуық адамдар олардың жаңағы осы идеяны жалғастырушылар болып есептелінді. Тарихтан білетініміздей, Алашорда үкіметінің негізгі құлауында, оның қызмет жасауында негізі қаланған осы қайраткерлердің де көптеген мәселелері айтылады. 1917 жылғы 26 және 28 шілдесінде Орынборда осы Алаш қайраткерлерінің алғашқы бүкіл қазақтық Алаш партиясының жаңағы съезі болып өтті. Ол съезде Алаш автономиясының көрнекті қайраткері, қарнақты жетекшісі жаңағы Әлихан Бөкейханов арнайы жаңағы төрағасы болып есептелінді, сайланды және өзінің жаңағы халық алдындағы өзінің түпкі мақсаты, түпкі қызметі жөніндегі көптеген идеяларды жүзеге асыруда осы бағытында жұмыс жасады. Ал қарашаның 21-інде Қазақ газетінің 251 санында Алаш партиясының бағдарламалық жобасы шықты. Ол да жаңа Қазақ газетінде 21 қарашада жарияланған. Алаш газетінің бағдарламалық жобасы ол жаңағы құжаттардан көргеніміздей 10 баптан тұрады екен. Бұл баптарда жаңағы мемлекет қандай болу керек, болашақта құрылатын мемлекетіміз қандай неғын, яғни мемлекеттің қалпы. Оның кейін бостандық мәселесі, жергілікті бостандық, негізгі құқық мәселесі, халықтың құқы қандай болу керек, және оның әртүрлі дәрежедегі жаңағы билікте қандай қызмет атқару керек, осы мәселелер. Сонымен қатар дін негізгі мәселелер болып есептелінді. Осы діннің мәселесі жаңағы осы Алаш қозғалысының құжаттарында кездеседі. Билік пен сот, ел қорғау мәселесі, салық мәселесі, жұмысшылар мәселесі, ғылым мәселесі, жер мәселесі Алаш жаңағы осы Қазақ газетінде жазылған жаңағы Алаш партиясының бағдарламасынан осындай пункттерді байқауымызға болады. Алаш бағдарламасының негізгі мақсаты қандай болды? Алаш партиясының негізгі мақсаты бұл кезінен сол кезеңдегі нақты мүмкіндіктерді ескере отырып, қазақ халқының болашақтағы дамуына мемлекеттік құрылым жөніндегі арнайы балама жолын ұсынған жаңағы бағдарлама болды. Сонымен қатар бұл буржуазиялық, демократиялық
ұлттық революцияны аяқтауға бағытталған жаңағы жолды көрсетті. Мінекей сөйтіп осылардың ішіндегі ең маңыздылары бұлар Ресей, Россияның құрамындағы Алаш автономиялық мемлекетінің құрылатындығы жөніндегі, яғни тарихта осындай мемлекеттің өмір сүретіндігі жөніндегі ең маңызды осы жаңағы бағыттарда көрінді. Қарастырылған бағдарламаларды талдап отырсақ, бұл жерде жаңағы әділеттілік мәселесіне негізгі көңіл бөлгендігін байқауымызға болады. Сонымен бірге патша үкіметінің отарлық саясатын әшкерелеу мәселесіне анық көңіл бөлгендігін байқауымызға болады. Сонымен мына адамдардың тең болуы және сөз бостандығының болуы, қат құпиялылығының сақталуы мәселесі осы бағдарламада жан-жақты қамтылды. Алаш партиясында осы бағдарламада көрінетін ең негізгі мәселе бұл жерді сатуға тыйым салынды. Осы тәуелсіздік алған кездің өзінде де бұл мәселелерді Қазақстан тәуелсіздік алсақ та осы жердің мемлекеттік болуы, оның жердің сатылмағандығы жөнінде көптеген мәселелер қозғалған. Ал біз қарастырып тұрған кезеңде 17 жылы Алаш автономиясы алғашқы мемлекеттілік құрылу мәселесі сөз қозғалып тұрған кездің өзінде осы жерді сатуға тыйым салатындығы жөнінде баптардың болғандығын біз байқауымызға болады. Алаш партиясы большевиктер сияқты таптық езгіге емес, бұл партия бірлікке негізделген, яғни эволюциялық даму жолымен реформа арқылы мемлекетті дамыту мәселесін қозғаған негізгі партиялар болды. Яғни осы партия бұлар демократиялық, құқықтық негізде, экономикалық жағынан еркін, тең негізде құрылған жаңа мемлекеттік құрылымдардың қалыптасуын алдына мақсат етіп қойды. Сөйтіп, бұл бағдарламаның 21 қарашада жарияланған тарауларында осы аталған мәселелер жан-жақты қамтылды, және осы жаңағы бағдарламада болашақта мемлекеттік құрылым қалай болу керек, оның басқару органдары қалай болу керек, осы мәселелер жаңағы жан-жақты қарастырылған. Сонымен бұл халықтың талқылауына ұсынғаннан кейін осы кезеңдерде Қазақ газеті арқылы жарияланды. Халық әрине бұл кезеңдерде халықтың көпшілігі сауатты деп айта алмаймыз. Осыған қарамастан жаңағы зиялы қауым өкілдері жаңағы бұл мәселені талқылады. Осыған қатысты оның қолдағандығын байқауымызға болады. Егер халықтың қандай дәрежеде осы бағдарламаны қолдады, бұл ұйымдарды қандай дәрежеде халықтың көңілінен шықты десек, сол кезеңдегі көрсетілген құжаттардан әртүрлі жиындар өткізген кезеңде, съездер өткізген кезеңде, әртүрлі елді мекендерде осыған байланысты жаңа жиындар өткізгенде халық, яғни бір кісідей қатысып отырғандығын байқауымызға болады. Алаш автономиясына, жаңағы құрылған автономияға Алаш есімі берілді. Алаш автономиясы, яғни бүткіл байлық бағдарламада көрсетілгендей, жердің астындағы, жердің бетіндегі барлық табиғи байлықтар бұлар мемлекеттің меншігі, мемлекеттің мүлкі болсын деп жариялағандығын көруімізге болады. Алаш автономиясының конституциясын бұл бүкіл ресейлік құрылтай жиналысында бекіту туралы, яғни бүкіл ресейлік құрылтай жиналысын шақырып, осы конституцияның сол жиылыста жаңағы бекітілетіндігі туралы мәселе қозғалды. Сөйтіп, бұл Алаш бағдарламасы өзінің бағыты жағынан да, және көрсетілген құқықтық негізі жағынан да, құқықтық негізді жағынан да жаңағы сол кезеңдердегі заңды құрылған мемлекеттік жаңағы құрылымдардың бірі болды деп айтуымызға болады. Алаш облыстары сол кезеңде қазіргі осы қарастырып тұрған кезеңдерде құрылтай жиналысы шақырғанша елде анархиялық билік, дағдарыс, бейберекеттілік болып кетпес үшін уақытша өкімет органдарын құру туралы жаңағы арнайы келісімге келген. Ол уақытша өкімет органдарының құрылымы да негізінен аты Алаш деп аталатындығы, және оның әртүрлі облыстардан 25 адамнан тұратын өкілдің мүше болатындығы, және олардың 10 орын басқа ұлттың өкілдері қатысатындығы туралы мәселелер бағыттары мен оның жобаларында көрсетілген. Алашорда, яғни дәл осы өзінің жиыны өткізгеннен бастап, сол күннен бастап бұлар халықтық билікті өзінің қолына алатындығы жөнінде жариялады. Бұлар Алашорда сонымен бірге өзінің бағдарламасында көрсеткендей халық милициясын құру мәселесін қолға алды. Сонымен бірге Алаш үкіметі
қазіргі кезеңде уақытша болғанмен болашақта арнайы жаңағы кеңестің, жиылыстың, құрылтай жиналысының шақырылатындығы, сол құрылтай жиналысында мұның түпкі мемлекет құрылатын, түпкі негізде мемлекет болып құрылатындығы жөнінде мәлімдеді. Съезд Алашордаға, яғни оның басшылық органдарына, қазіргі кезеңде мемлекеттің ең жоғарғы өкімет органдары ретінде оған қарыздар алуға, басқа көршілермен түрлі қарым-қатынастар жүргізуге және құрылтай жиналысын шақыру мәселесіне тапсырмалар берілді. Алаш автономиясы өзінің жаңағы осы бағдарламасында көрсетілгендей, Алаш автономиясы өздері ұсынған конституцияны жаңағы Ресейдің бүкіл ресейлік құрылтай шақырылған кезеңде өздерінің соған ұсынатындығы жөніндегі мәлімдемені жариялады. Алаш құрған партиялардың түпкі мақсаты не? Бұл партияның негізгі түпкі мақсаты Алаш қазақ халқының ұлттық демократиялық партиясы болды. Бұл ұйым негізінен мүшелерінің түпкі арман тілегі қазақ халқының ғасырлар бойы армандаған, қазақ халқының ғасырлар бойы армандаған толық тәуелсіздігін қамтамасыз етуді армандады. Бұлар өткізген аймақтардағы, облыстардағы жаңағы съездері отарлық өкімет орындарына ұлттық еркіндікке негізделген автономия құру мәселесін талап етті. Ал 1917 жылғы 27 сәуір 7 мамырда Семей облысында Алаштың тағы да бір съезі өткізілген. Бұл съезде жаңа қаралған мәселелерде негізінен автономия құру, Ресейдегі ұлт ұлыстарының еркіндігі және теңдігі мәселелері қаралды. Және осы Семей облысында қаралған съезде дала генерал-губернаторлығын, приставтарды тарату мәселесі талқыланды. Осы қарастырып тұрған кезеңде еліміздің көрнекті қайраткерлері Ахмет Байтұрсыновтар, Әлихан Бөкейхановтар, Мұстафа Шоқайлар белсенді рөл атқарды. 1917 жылы 22 қарашада Қоқан қаласында бүкіл Түркістандық 4-ші съезд болды. Осы съезде Түркістан автономиясы, яғни Түркістан өкіметінің құрылғандығын жариялады. Бұл өкімет кейбір деректерде Қоқан автономиясы деп аталады. Осы Қоқан автономиясының басшысы ретінде алғашқы кезеңдерінде жаңа қазақ халқының көрнекті қайраткерлері Мұхамеджан Тынышпаев сайланды. Ал кейін осы Қоқан автономиясы деп аталған жаңа автономияның негізгі басшысы ретінде жаңағы Мұстафа Шоқай сайланды. Бұл автономияда, Қоқан автономиясында ислам діні мемлекеттік дін ретінде жарияланды. Қоқан автономиясы құрылғаннан кейін, негізінен 2 аптадан кейін 1917 жылы 5 және 3 желтоқсан аралығында жалпы қазақ съезі болды. Осы съезде негізінен Мұстафа Шоқай басшылық жасаған. Съезде негізінен Алашорда автономиясының құрылатындығы туралы мәлімдеме жасалды. Алашорда автономиясының құрылатындығы туралы мәлімдемеде негізінен жоғарыда айтып өткеніміздей, яғни 25 мүшеден тұратын уақытша кеңестің құрылатындығы, Алаш орда автономиясының негізгі орталығы Семей қаласы болатындығы жөнінде осы жерде арнайы халықтың алдында жарияланды. Орынборда жалпы қазақ съезі деп аталатын Алаш партиясының жаңағы съезі болды. Осы съез қазақ автономиясы Алашорда өкіметінің құрылғандығын жариялады. Мінекей өзіміз қарап отырсақ, осы 1917 жылғы 5 және 13 желтоқсан аралығындағы Орынборда өткен жалпы қазақ съезі бұл негізінен Алашорда өкіметінің құрылғандығын тарихта заңдастырылды. Және осы съездегі қаралған басты мәселелер, съезде қаралған басты мәселелер, негізгі мәселелер, бұлар жаңағы территориялық жағынан ұлттық автономиялық құру мәселесін көздеді. Сонымен бірге қазақ облыстарының автономиясына, жаңа құрылған автономияға Алаш деген атау беру мәселесін көздеді. Автономия облыстарының территориялысы Алаштың мемлекеттік меншігі екендігін мәлімдеді. Алаш автономиясының конституциясы бүкіл ресейлік құрылтай жиналысында бекітілетіндігі туралы мәлімдеме жасалды. Алаш орда төрағасы Әлихан Бөкейханов, қазақтың көрнекті қайраткері, осы кезеңдегі ұлт көсемі, қазақ зиялыларының негізгі көшбасшысы Әлихан Бөкейханов сайланды. Революция осы қызып тұрған кезеңдерде
кызып турган кезде осы кезеңде Алашордачыларга, Алашорда кайраткерлерине алдында турган негизги маселелердин бири большевиктер партиясы менен арадагы карым-катнашты реттөө маселеси болду. 1917 жылы карашада 1917 жылдын каңтарына дейинги аралыктарга өткөн шайлоолордо Алаш партиясынын багдарламалары жарыяланды. Алаш партиясы сол осы кезеңдерде большевиктер партиясына оппозициялык оппозициядагы багыттагы партия болду. Алашорданын Орунбордо чыгып турган органы Казак газетин жаңағы Алаш кеңестердің бийлиги күчөйгөн кезеңде большевиктер партиясы жапты. Осы кезеңде Алаш Орда өкмөтүнө барлык жагынан жаңағы кысым жасалына баштады. Олардын кызметине жаңа токтоо кое баштады. Сөйтүп осы Казак газетинин жабылган кезеңинен баштап Алашорда кайраткерлеринин кызмети өзүнүн баяулаган сыйпат алууна жаңа сыйпат алды дейбиз. Алашорданын кеңес өкмөтү менен, кеңес кайраткерлери менен, большевиктер партиясы менен арадагы карым-катнаш кандай болду? Энди осы маселелерди карастыратын боламыз. Большевиктердин бийликке келүү менен Алашорданын негизги рөл аткара баштаган, Алашорда кайраткерлеринин саясий идеясы кеңинен тарай баштаган Ташкентте, Омбуда, Орунбордо, Астраханда жаңа аймактарда кеңес өкмөтү орнады. Ошол жерде Алаш өкмөттөрүнүн барлыгында дерлик олар кулатты. Нәтижесінде бул жер аймактарда кеңес өкмөтүнүн бийлигине өттү бийлик. Жалпы бийликтин кеңес өкмөтүнүн өтүнө баштауына байланыштуу, бийликтин большевиктер партиясынын карамагына өтүүнө байланыштуу жана большевиктердин жер маселесин козголууга, ягни барлык жердин чарбаларга берилетиндиги жана жумушчуларга 8 сааттык жумуш күнү берилетиндиги маселе, сонун катар согуштун токтотулатындыгы тууралуу маселенин мурун алдында жүргүзгөн саясаты бул калктын алдында бир аз колдоо тугузган болотун. Негизинен кеңес өкмөтүнүн алдына койгон принциптери, алдына койгон онун негизги маселелери мына эки кужатта көрүнүш тапты. Осы эки кужат бул 1917 жылғы 2 карашада Ресей калктарынын кукуктук декларациясы, сонун катар 17 жылғы 20 карашада барлык Ресейдин жана чыгыстын мусулман калктарынын үндөөүндө көрүнүш тапты. Осы үндөөлөрдө кеңес өкмөтүнүн саясаты көрүндү. Осунда негизинен болошокто жаңағы Ресейдин курамындагы буратана калктар, бурун патша өкмөтүнүн курамында болгон калктардын жаңағы жагдай кандай болады? Олар Ресейдин курамында калууга болому, немесе одан бөлүнүп чыгууга болому? Дербес мемлекет олар Ресейдин курамында калууга да, немесе дербес өз алдында дербес мемлекет курууга да мүмкүндүктөрүн берилди, осунда жазылды. Бирок кеңес жаңағы өкмөттүн кайраткерлери ұлт саясатында өздөрүнүн жаңағы осы идеяларын, осы максаттарын, осы уәделеринде аягына дейин турган жок. 1918 жыл қаңтарда өткен кеңестердің 3-ші съезі осы мәселелерді негізінен заңдастырамыз деді. Мұнда осы 3-ші съезде еңбекшілер мен қан алған халықтардың құқықтарының декларациясын, яғни Ресейдің құрамындағы халықтардың өзін өзі билеу мәселесін жоққа шығарды. Бұл 1918 жылғы 5-ші қаңтардағы бүкіл Ресейлік құрылтай жиналысында Ташкент қаласының шешімімен Қоқан қаласындағы автономияның, Алаш автономиясын әскердің күшімен шабуылдап алуына, Қоқан автономиясының күшпен басылып алуына, оның талқылауына негіз жасап берілді. Сөйтіп, тарихтан білетінімізде осы кезеңде большевиктердің билікке келуі, жаңа өзінің алдындағы ұлттардың өзін өзі басқару мәселесін берген уәделерінен тайғандығы, бұл Қоқан автономиясының Қазақстан аймағындағы Алаш қайраткерлер қоған өкімет органдарын күшпен тарата бастағандығының көрінісі болып табылады. Яғни қазақ зиялылары мемлекет құру процесінде негізінен жаңағы осы Алаш қайраткерлері бұлар кеңестік жолмен шешуге келісе алған жоқ. Кеңестік идеяларын қай саласы болса да олар келісе алған жоқ. Бұл қазақ зиялылары мен мемлекет құру процесінде кеңестік идеялармен неге келісе алмады деген мәселеге жауап беретін болсақ, мұнда негізінен басты мынадай себептерін айтады. Қазақ зиялылары тәуелсіз ұлттық автономия құруды мақсат етті. Олар жоспарлады.
ал басынан аяғына дейін осы қазір кеңес өкіметі құрылып нығая бастаған кезеңде өздерінің бұл идеяларынан тәуелсіз ұлттық мемлекет құру идеяларынан бас тарта бастады. Ал сонымен бірге олар алаш қайраткерлері қазан төңкерісін заңсыз орнаған мемлекет ретінде санады да кеңес өкіметін мойындаған жоқ. Мінекей сол кезеңде осы қарап отырсақ, Әлихан Бөкейханов бастаған, Мұхамеджан Тынышпаев, Халел Ғаппас бастаған алаш қайраткерлері дәл осы кезеңдерде кеңес өкіметінің жаңа құрылып отырған саясатының салаларының қайсы болса да қолдамағандығын байқауымызға болады. Кеңестік дәуірде коммунистік партияның идеологтарының жаңағы алаш партиясына бағасы қандай болды? Алаш партиясы мен Алашорда өкіметін олар буржуазиялық ұлтшылдық партия деп баға берді. Сонымен қатар Алашорда осыған қарамастан бұл Алашорда қозғалысы алғашқы кезеңнен бастап, кейін партия құрылған кезеңдерде де, және оны күшпен тарата бастаған кезеңдеріне дейін қарамастан, қазақ тарихында бұл негізгі жаңағы рөл атқарған тарихи маңызы өте зор қозғалыс болып есептелінеді. Тап осы алаш қозғалысы ғасырдың басында, осы біздің өткен ғасырдың басы кезінде ақ тәуелсіз Қазақстан идеясын ұсынды. Сонымен осы мәселелер туралы айтсақ, тап осы 20 ғасырдың бас кезінде алаш қозғалысы тәуелсіз Қазақстан идеясын қолдағандығын, осы идеяның бағытында, осы идеяны орнату бағытында жұмыс істегендігін байқауымызға болады. Алашорда өкіметі мен кеңес өкіметі билікке келгеннен кейін олардың арасындағы қарым-қатынас қандай болды десек, 1919 жылдардан бастап Алашорда қайраткерлерінің қудалау мәселесі басталды. Дәл осы кезеңде Алашорда қайраткерлерінің, қазақ зиялы қауымының өкілдері жаңағы автономия талқандалғаннан кейін әртүрлі аймақтарда кеңес өкіметінің билігімен жаңағы әртүрлі бағытта келісімге келе бастады. Бұл осы мақсатпен Алашорда өкіметінің тапсыруымен Әлихан Бөкейханов, Халел Досмұхамбетов бастаған жаңағы қайраткерлер, Жақаншы Досмұхамбетовтер, жаңағы арнайы Ресейдің жоғарғы мемлекеттік басқару органдарына барып, халық комиссарлар кеңесімен, ұлт істері мәселесімен, Ресейде тікелей осы мәселемен айланысып отырған жоғарғы басшылармен, арнайы алаштықтардың басшылығымен әртүрлі кеңестерді жаңағы келіссөздер өткізгендігін тарихтан көрсетілген құжаттардан байқауымызға болады. Кеңес өкіметі негізінен осы қалыптасқан кезеңінде де Алашорда өкіметін өзінің бұны басынан бастап мойындағысы келмеді. Ал Алашорда өкіметі жаңа жоғарыда айтқанымыздай кеңес өкіметін мойындамады. Бірақ күштің большевиктер қатар жағына шығуына байланысты алашордалықтар осы кезеңдерде жаңағы кеңестердің әртүрлі саладағы өкімет орындарына қызмет етуге көше бастады. Қазақ мемлекетін құруға көкшеген алаш зиялыларының азамат соғыс жылдарындағы іс-әрекеттері сәтсіз аяқталды. 1919 жылы Ахмет Байтұрсынов және Әліби Жангелдин жаңағы Сталинмен әртүрлі бағыттарда келіссөздер жүргізді. 19 жылдың наурызында бүкіл Ресейлік орталық атқару комитеті Алашордаға кешірім жасады. Осы 1919 жылы Алашорданың бұрынғы барлық қызметіне кешірім жасауына байланысты Алашорда қайраткерлері, Алашорданың көрнекті қайраткерлерінің кеңес өкіметінің әртүрлі органдарына қызмет етуіне жол ашып берді. Әртүрлі органдарына қызмет. Біз тарихта білетініміздей, қиын жағдайға қарамастан Алашорда қайраткерлерінің көптеген жаңағы негізгі мүшелері кеңес өкіметінің әртүрлі өкімет орындарында қызмет атқарған. Мінекей сөйтіп, осы Алашорда өкіметінің Қазақстандағы 4 жылдық қызметі осы 19 жылғы жаңағы кезеңдерден бастап тоқтатылды. Бірақ алаш идеясы, алаш қозғалысы одан кейін тоқтатылған жоқ. Бұл кейін кеңес дәуірі қызып тұрған кезеңдерде 30-40 жылдарға дейін жалғасты. Алашорда қозғалысы Қазақстан тарихында сонымен бұл негізгі маңызды рөл атқарған. Ол өзінің көсемдері негізінен тәуелсіз Қазақстан идеясын көздегендігіне біздің көзіміз жетеді. Мінекей жалпы сөйтіп 19-шы жаңағы жылы оған кешірім жасалғанмен, бұл 1920 жылы Қазақстан жаңағы Алашордаға
қозғалысына негізінен өзінің идеясы одан ары жанданып еді. Ал 1920 жылы большевиктер партиясы жаңағы қазақ өлкесінде кеңестік тұрғыдағы өкімет органдарын құру мәселесін қолға алды. Соның негізі осы 20 жылы 5 наурызда құрылған Казревком, революциялық комитет құрылды. Осы революциялық комитет жаңағы құрылды. Негізінен осы біз қарастырып тұрған кезеңде 15 жылдық мерзімде ұлттық демократиялық интеллигенцияның есімдері халыққа жаңағы негізінен қайтарылды. Өзінің тарихи рөлі, тарихи маңыздылығының оның зор екендігін біз байқауымызға болады. Мінекей Алаш осы қарастырып тұрған кезеңде одан кейін тәуелсіздік алғаннан кейін Алаш қайраткерлерінің идеялары, олардың түпкі мақсаттары бүгінгі күнде орындалып жатқандығын, олардың мақсаттары сол қиын заманның кезінде патша өкіметінің отарлық саясаты белең алып тұрған кезеңде Кеңес одағының құрылымдары, коммунистік партияның қайраткерлерінің күші белең алып тұрған кездің өзінде ақ және кейін қудалау жағдайға қарамастан түпкі идеясының тәуелсіз Қазақстан идеясы екендігін айтқан Қазақстан интеллигенциясының арасында көптеген әртүрлі жұмыстар жүргізілді. Бірақ бұл 70 жыл бойы, 90 жылдарға дейін, 80 жылдарға дейін Алаш қозғалысы туралы ашық айтылған жоқ, ашық жазылған жоқ. Бірақ тәуелсіздік аласап 80-85 жылдардың екінші жартысында, 90 жылдардың қарсаңында Алаш қайраткерлеріне арналған алғашқы еңбектер жазыла бастады. Осы Алаш қайраткерлеріне арналған, Алаш қайрат шығармаларына арналған алғашқы шығармалар Манаш Қозыбаевтың Ақтаңдақтар шығармалары, Нұрпейісовтің Алаш һәм Алаш Орда шығармасы, сонымен қатар Мәмбет Қойгелдиевтің Алаш қозғалысы шығармасы осы кезеңдерде шыққан негізгі шығармалардың бірі болды. Мінекей осындай жағдайда азамат соғысы 1918 бен 20 жылдардың аралығында өріс алды. Осы азамат соғысы жылдары кезеңдерде Алаш қозғалысы өзінің қызметін тоқтатқан жоқ. Осы Алаш азамат соғысы кезеңі 1918 бен 20 жылдардың аралығында өріс алды. Бұл кезеңде жергілікті халық жаңағы Ресейдің жалпы билеушілері халқы екі түрлі топқа бөлінді. Біреусі ақтар, екіншісі қызылдар. Қызылдар деушілер қызыл ту көтеріп, соның большевиктер жағын қорғаушылар, патшаның ақ туын көтеріп, соның жағын қорғаушылар, олар ақтар деп аталды. Мінекей 1918 бен 20 жылдарға дейін созылған соғыс, осы тікелей ақтар мен қызылдардың арасындағы соғыс болды. Осы кезеңдерде Қазақстан территориясында атаман Дутовтың, атаман Аненковтың қазақ жерінде істемеген әрекеттері жоқ. Олар жаңағы кеңестерді жақтаушыларды да, жаңағы ақтарды жақтаушыларды да, патша өкіметінің отарлық саясатын қолдаушыларды да қай кезеңдерде болмасын, халықтың қай саласы болмасын, айуандықпен түрлі өздерінің зорлық әрекеттерін жаңағы жүргізді. Мінекей осы кезеңде, азамат соғысы кезеңдерінде, жаңағы мінекей таяуда осыдан 100 жыл бұрын шығыс өңірінде жаңағы тауға апарып тас қашаған бірінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде Қазақстан территориясында жұмыс жасаған соғыс тұтқындары туралы, осы азамат соғысында соғыс тұтқындары туралы мәліметтер жарияланды. Осы мәліметтер, мына көріп отырғандарыңыз, бұл Қазақстанның елшілігі, Австрияның елшілігі жарияланған жүргізген зерттеу мәліметтері Қазақстан территориясында шығыс өлкесінде жаңағы Австрия, Венгрияның соғыс тұтқындары жасаған, жаңағы Алтай соғыс тұтқындары жасаған Австрия жолы деп аталатын жаңағы жолдардың қалғандығы туралы мәліметтер бар. Яғни бұдан 100 жыл бұрын салынғандығына қарамастан, оның инженерлік дәлдігі, күні бүгінге дейін сақталғандығы, және осы соғыстың қарапайым күшпен, осы соғыс кезіндегі еңбекшілердің күшімен салынғандығы, жолдың қысқарғандығы, және сол кезеңде бұл туралы мәліметтер өте көп. Бірақ қазіргі кезеңдерде осы соншама уақыт өтсе де, Қазақстан территориясындағы осы елшіліктің арнайы жұмысының нәтижесінде осыған қатынасты видеоматериалдар, әртүрлі құжаттар, әртүрлі зерттеу мәліметтері жарияланды. Бұл
18 және 20 жылдардағы азамат соғысы кезеңдегі Қазақстанда қалған жаңағы естеліктердің бірі болып есептелінеді екен. Сонымен осы азамат соғысы 1917 мен 18 мен 20 жылдардың аралығында не алып келді? Оның салдары не болды десек, бұл біріншіден демографиялық жағдайға, халықтың санының азаюына әсер етті. Екіншіден түпкі мал санының азаюына және қазақ халқының әлеуметтік тұрмыс дәрежесінің төмендеуіне алып келді. Яғни осы азамат соғысы кезеңіндегі ақтардың тарапынан да, қызылдардың тарапынан да жүргізген қатыгездіктер бұл жаңағы сол кезеңде халықтың еңбекшілердің болашаққа деген сенімдігінің жойылуына негізінен алып келді. Осы азамат соғысының кезінде әскери коммунизм деген жаңағы саясат жүргізілді. Мұнда азық-түлік салғырты деген саясат жүргізілді. Ол азық-түлік салғырты 19 жылдан бастап қолға алынған. Азық-түлік салығының негізгі мағынасы осы кезеңде жаңағы салық, соғыс жағдайына байланысты азық-түлік салғыртының енгізілуіне байланысты болады. Бұл азық-түлік салғыртының мөлшері жоқ болды. Яғни шаруалар өзінен артылғанның барлығында соғысқа байланысты мемлекетке өткізуге міндетті болды. Осы жаңағы азық-түлік салғыртына байланысты жеке саудаға тыйым салынды. Сонымен қатар еңбек армиясы енгізілді. Мұның барлығы да осы 20 жылдарға дейін кезеңдерде әрине азамат соғысы кезеңде жаңа құрылған өкіметті сақтап қалу мақсатында жүргізілді. Бірақ жаңағы 1920-21 жыл тарихтағы мәліметтер көрсетілгендей, осы еңбек армиясында 6000-ға жуық адам жұмыс істеген екен. Ал азық-түлік салғыртының жаңағы салғырты, осы соғыс коммунизм саясаты негізінен өзінің жаңағы нәтижесін нәтижесіз аяқталды. Осыған қатысты жаңа экономикалық саясат 20 жылдан бастап қолға алына бастады. Қарастырып тұрған кезеңде осы 20 жылдан бастап Қазақстанда жаңа өкімет орындарын құру мәселесі қолға алынды. Жаңа өкімет орындары, яғни бұл жаңа кезінде алаш қайраткерлері жаңа мемлекеттік құру мәселесін идеяны қолға алған, бірақ осы азамат соғыс 20 жыл аяқталғаннан кейін Қазақстан территориясында автономияны құру мәселесі қолға алынды. Бұл мәселе осы 20 жылы негізінен жаңағы коммунистердің жаңағы тікелей басшылығымен жаңағы құрылды. Қазақстан территориясында жаңағы арнайы революциялық комитет жаңағы Песковскийдің басшылығымен жіберілді. Жаңағы оның мүшелері сол кезеңдегі жаңағы әртүрлі деңгейдегі кеңес өкіметі тарапында қызмет етуші жаңағы өкімет қайраткерлер болды. Қазақ жаңағы мінекей алғашқы осы өкімет орындары Байтұрсынов, Жангелдин, Әйтеев, Қаратаев, Сейфуллин, Меңдешев және Сералин, Радыш Зенковичтер осы алғашқы кезеңдерде жаңа өкімет органдарының негізгі жаңағы басшысы болды. Мінекей 19 жылы революциялық комитетке жүктелген негізгі міндеттер бұлар контрреволюция мен интервенцияға қарсы күресу және Қазақстанда кеңес өкіметін құру үшін құрылтай жиналысын әзірлеу мәселесі талқыланды. Осы тұстарда жаңағы осы революциялық комитеттің мүшесі ретінде Ахмет Байтұрсыновтың Ленинге жазған жаңағы қаттары сақталған. Осы Ленинге жазылған қаттарда жаңағы коммунистердің үстемдігінің заңсыз орнап отырғандығы, сан ғасырлар бойы отаршылдық езгісінде халықтың өзін өзіге билеу ұмтылып отырғандығы, яғни қазақ халқын қазақ зиялылары басқару қажет екендігі туралы мәселелерді айтқан. Одан кейін Ахмет Байтұрсынов өзінің кезекті қаттарын жазды. Бұл қатта да қазақ елінің бостандықты өзі таңдау керек екендігі жөнінде, ұлттық қайраткерлерді елді өзі басқару керек екендігі жөнінде, күштің қай түрі болса да, мемлекеттік биліктің қай түрі болса да, оның күшпен таңылмауы қажет екендігі жөніндегі мәселені қоздап сөз қозғады. Ал мінекей өзіміз көргеніміздей 1900 тарихта білетініміздей 20 жылы 26 тамызда
Қазақ-Қырғыз автономиялық кеңес социалистік республикасы құрылды. Оның астанасы негізінен Орынбор қаласы болды. 20 жылы қазанда автономиясы өзінің жаңа ұлттық мемлекет құрылғандығында тарихи маңызы. Бұл тарихтағы жаңағы қазақ шаңырағы көтерілген қазақ тарихындағы алғаш заңды тұрғыда құрылған осы ғасырдағы мемлекеттік құрылымдар болды. Қазақ автономиясының орталық атқару комитетінің төрағасы болып Меңдешев және Қазақ АКСР-ның төрағасы болып Радыш Зенкович жаңағы сайланды. Яғни автономияда сол кезеңде жер мәселесі талқыланды. Жер мәселесінде көптеген пікірлер болды. Жер мәселесінде кейбіреулер қазақтың жерін жаңағы біріктіру мәселесін қолдады. Кейбір жаңағы өкілдер Қазақстанның территориясына Ресей жақын аймақтарды да қосып жіберіп, араластыру мәселесін қолдағандығы туралы пікірлердің болғандығын байқауымызға болады. Мінекей автономия құрылғаннан кейін жаңағы жер су реформасы жүргізілді. Осы жер су реформасынан кейін 31 қала, 14 қала типтес поселка, 10 мыңнан артық жаңағы елді мекендер болды. 20 жылдың аяғында республикада 4,7 миллион адам, оның осының 50%-ға жуығы қазақтар болған, орыстар 31%, украиндар 14%, селолық жерде 4,3 миллион адамдар тұрды. Қазақ халқының осы кезеңде көрсеткіштің де біз ашаршылықтың алдында аз болмағандығын байқауымызға болады екен көрсетілген деректерден. Мінекей жалпы осы мәселені қорыта айтатын болсақ, кеңес өкіметі тарихтағы бұл күшпен орнатылған, тарихтағы жаңағы орнатылған өкіметтік билік болып есептелінді. Ал осыдан кейінгі кезеңдерде Түркістан идеясы, бұл тұтас Түркістан идеясын құру мәселесі толық өзінің мақсатына жете алған жоқ. Ол жеңіліске ұшырады. Тұтас Түркістан идеясы кейін 30-40 жылдарда да белгі алынды. Тәуелсіздік құрған кезеңде алаш қайраткерлерінің ізі, олар салып кеткен жол қазіргі кезеңде тарихи маңызының өте зор екендігін байқауымызға болады. Сонымен мінекей бүгін осымен сіздерге арналған алаш қайраткерлері, азамат соғыс жылдарынан кейінгі алғашқы ұлттық мемлекет құру уақытында құрылған жаңағы дәрісіміз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.